Біздер өте қуаныштымыз, біздің осы бастамамызға сіздер бір реакция беріп, сонау Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп, ортада бір керемет күн болып жатыр. Осы ресторанда бүгін белгілі бір білім саласына деген үлкен идеялар қосылды. Жан-жақтан келген бұлақтар арнасын тауып үлкен өзенге айналып жатыр. Ол барлық сіздердің еңбектеріңіз. Жаңа түркістандық әріптестеріміз бір жақсы ой тастап кетті. Ұлттық иммунитет деген. Біз бәріміз сол үшін жұмыс істеп жатырмыз. Ұлттық иммунитет үшін. Біздің Қазақстанда бәрі бар. Конституция айғайлап жазылып тұр. Қазақ тілі мемлекеттік тіл деп жазылып тұр. Конституция жазылып тұр. Қазақстан унитарлы біртұтас мемлекет деп тұр. Титулдық ұлты қазақ тіліндегі мектептері бар, балабақшалары бар. Кезінде біздің дәл осы Қарағанды қаласы таза баспақтың қаласы болады. Қарағандының өндірісінің бәрі Мәскеуге ғана барады, Алматыға қарамайды. Біз таза Мәскеулік режимде өмір сүрген қаламыз. Мен қазір біздің әріптестерге айтамын, не керек сендерге? Қаланың қақ ортасынан қайқайтып қазақ мектебін ашып берді. Орыс мектебінде қазақ тілін 5 сағатқа дейін апарды, бір класс итке көріп берді. Балдарға жайып сырып қойды. Оның артық не керек? Керек зат, әріптестеріміз айтқандай, ұлттық иммунитет. Ұлттық иммунитет үшін қызмет етіп жатырмыз. Біздің хакатонда қазақ тілінде ғана өтіп жатыр, байқасаңыздар. Басқа тілді мектептің директорлары қатты қызығады, қатысқысы келеді. Біздің Төлебек ханым айтады, қатысыңыздар, мемлекеттік тілге қарсылығымыз жоқ. Қатысуға оқытылды да көбі, бірақ сіздердің алдарыңыз шығып, кішкене сөйлеуге қиналды. Ержан Жакенович біздің 1-ші гимназия, Татьяна Ивановна, 9-ші гимназия, Вера Владимировна мысалы, өте қызықты қатысуға шығамыз деп жоспарды біраз. Бірақ кішкене қорқақтады. Алла қаласа ол әріптестерімізді біздің ұлттық иммунитетті күшейтуге күшін салады деген ойдамыз. Көп рахмет.